Қайырлы күн баршаңызға. Қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Біз бүгін медовик пісіретін боламыз. Медовигіміз жұмсақ әрі тез жасалады. Оңай рецепт. Жасап көріңіздер. Рецептісін описанияға жазып кетемін. Ал ендеше жасап көрейік. Біз бірінші сары маймен миотымызды араластырып, асты жабыспайтын жаңағы ыдысқа құйып ертіп аламыз. Әбден ертіп газға қоямыз, астын жай басып ертіп аламыз. Оның үстіне пищевой сода салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін жұмыртқамызды салып, оның үстіне шекерімізді салып жақсылап тұрып араластырамыз. Көпіргенге дейін жақсылап араластырып, шекеріміз еріп кейін жаңа пищевой сода миотымызды құямыз үстіне құйып жақсылап араластырып, ұнымызды саламыз. Осындай ұн шығу керек бізде. Содан листке үстіне ұн сеуіп, осындай қолмен басып жібереміз. Кішкене сонымен 7-8 минутта пісіп шығады. Менде осындай корждар шықты. Жаңағы осының остаткісінен мынандай блендерден уақтап алдым. Енді біз крем жасайтын боламыз. Креміне үйдегі еріп тұрған сары майды және варенканы қосамыз. Екеуін араластырып, бірінші майымызды миксерлеп аламыз. Әбден жақсылап миксерлеп болған соң, оның үстіне варенкамызды саламыз. Варенкамызды салып, жақсылап онымен тағы да араластырамыз. Варенкілеріңіз қою түрі болу керек. Сұйық ақ кететін түрі болмайды. Мен российский түрін қолдандым. Егер керек десеңіздер, описанияға жазып кетемін. Осылай жасап көріңіздер. Осы креммен де күшті болады. Карамельный сияқты болып, қоңыр креммен. Сосын дәмінде де күшті сочетация етеді. Мен мысалы корждардың үстіне осылай кремімізді жағамыз, сөйтіп тортымызды жинаймыз. Бізде торт дайын. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.